теңсіздіктер төселганда тасаңнан өз күшімен өз өрісін аша алған дәл өзіңдей өр кеуделі жігітті бүкіл қазақ әйеліне басарман деп арыстандай азулы күшіменен белгілі нәтижелермен алдымызда танылып жүрген Жұмабек ағамызға келіп біраз сұхбат өткізіміз келіп тұр. Ендеше Жұмабек аға өзіңізді әуелі осындай бір елістер деп танимыз, солай да өзіңізді арнаулы бір таныстырып өтсеңіз деген үмітіміз бар. Ассалаумағалейкум, мен атым Жұмабек Тұрсынұлы. Өзім күнестен болам, неден болам. Онда жарайды. Әрқандай адамның өз туған жері, өзінің ішіп туған суы болады. Сіз өкінді өзіңізде осындай туған жердің, туған алабының суын ешіп, азамат болып ержеттіңіз. Демек, осындай бір осы жасқа келгенде, осындай бір өнер жолына қаншалықты нәтижелерге, қандай қомақты табыстарға жеткіздіңіз, көрерменге айта кетсеңіз. Алдында осы Шиян қаласына келіп, содан бір палуанда тұрдым. Балуанда тұрғанда екі-үш матчтың нәтижелерінде жаман болмады, жақсы. Мемлекеттік халықаралық жарыстарда болдық, қатынастық. Әр мемлекетте достық жарыстар өткізді, шетелдермен. Сол кездерде бірінші орынды алып тұрдым, өз келелерімде 70 келеде алыптым. Өнен кейінгі жарыстардың бәрі сол кейін кәсіп ауыстырып, тиішуен университетке кірдім ғой, Ташкент мектебіне. Содан бастап сол кәсіпті ушық санда деп таныстардың ерік немнесі бар ғой, ерік төбелес дейді. Солған кіріп, содан біраз нәтижелерім жақсы болып кетті артында. Сол құлшыныштар, матчтар арқылы екі уақыт матч қылдық. Матчтарда қиынырақ болды, кейбір матчтар. Бастан шыдап өткізіп, кейбір қиындықтар болады. Соның арқасында осы мемлекет ішінде 24 майданда небір қарсыластар болды, бәрін алып соғып отырдым. Өнен кейін олардың мықтылары да болды, ішінде қиынырақ болды. Солармен қан төбелес болып жүгірттік. Өнен кейінгі шетелдердегі жарыстарға шығатын болып, паспорт жағынан аз қысылып қалдық, бір жерде түтпей. Биыл барып, үлкен кісі жақтағы ағалардың арқасында бітіріп паспортты. Биыл жақсы. Аумынға барып, Азияда бірінші орын белдік алып келдім. Ендігі, бұдан кейінгі мақсаттарым ендігі шетелде біраз уақыт тұрып, шетелде біраз өнер үйреніп, Америка қаласында. Жақсы дүниеге танытсам деймін. Өнен кейін осы жерде отырғанымда біздің қазақ балаларымыз бар, артымыздан шыққан жарысылғандар да бар, жарысылмағандар да бар, жаңа келгендер де бар. Бәрінде қазақтың баласы болған арман үшін үшінде осымыз жалға ашқым жат. Өздерінен де сұрап көрсеңдер болады, матчтарда жақсы, нәтижелерде жақсы. Алла өзіміздің келешек балалар болады. Жарайды, рахмет. Төзерілген ыстыққа салқынға, жататұғын елден ерек қалпында, өнер деген өмірден ерекше құсайды сол жерден қазар алтынға деп, сол жерден алтын қазып алғандай талай табыстарыңызбенен таудай биік өрістерге жетіп жүрген өзіңізге де жол болсын. Сондай-ақ осымызда ортамызда тұрған, оң жағыңызда тұрған азаматымыздан осы Жұмабек ағамыздың өнер жолына өздеріңізге деген берген ақылдарына қалай қарайсыз, сол жағын сұрап өстім. Жұмабек ағаның аты жың болып, жақсы машық қылып, Жұмабек ағаның қазақтың абыройын асыруға тырысып машық қыламыз. Өздеріңізге көп рахмет. Сондай-ақ Жұмабек аға тағы да осындай биік